Қазақ тілі қазақ халқының атадан балаға мирас болған баға жетпес рухани асыл мұрасы. Ол қазақтың сайын даласының, кең жазирасының дана тілі, ауыз әдебиетінің мол байлығы мен жыр жауһарлары жыраулардың мұрасын танытқан тіл. Ұлы Абай, Ыбырай, Ахметтердің ізімен қазіргі қазақ тілінің көркемдік қуатын, әдебиетінің мол даналығын, тілінің кәусарлығын танытып, бүгінгі ұрпақ санасына сіңіруге ат салысып жүрген маңғыстаулық қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің еңбегі ұшан теңіз. Атап айтар болсақ, өңіріміздегі ардагер ұстаздарымыз Бақыт Балұлы, Алмахан Қабылова, Жанбибі Дүйсенбаева, Құралай Нөкенова, Жиде Жеткізген қызы, Майра Тұрбекова, Гүлзада Қорабаева сынды қазақ тілі мен әдебиеті пәнінің шебер мұғалімдерінің Маңғыстау әдебиетінің дамуына қосқан үлестері орасан зор. Соның ішінде Бақыт Балұлы атындағы облыстық атаулы әдістемелік шыңдалу мектебі шығармашыл ұстаздардың шеберлігін арттырудың озық үлгісін танытып, озат ұстаздардың еңбегінің республика көлемінде кең таралуына мүмкіндік берді. Қазіргі таңда 1292 қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдері сабақ береді. Оның 43-і педагог шебер, 342-сі педагог зерттеуші, 265-і педагог сарапшы, 267-сі педагог модератор. 2012 жылдан бастап ұйымдастырылған республикалық үздік педагог байқауында облыс бойынша 21 мұғалім жүлдегер атанса, оның 7-і қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімі. Олар Төлеуова Анар Қаражігіт қызы, Төреева Гүлжаухар Тұяқ қызы, Әбдіқалық Валентина, Мұхашева Айсылу Лагербай қызы, Саржанова Күнімкүл Аманқос қызы, Маханова Күләш Өмірзақ қызы, Масатова Майжан Жеткізген қызы. Қазақ тілі мен әдебиеті пәнінен құралған қауымдастық күнделікті жұмыс кезінде де, әлеуметтік желілерде де белсенді жұмыс жасайды. Облыс бойынша бірнеше жүрмелі семинар практикумдар өтті. Биылғы оқу жылында оқушылардың оқу сауаттылығын арттыруға бағытталған оқуға құштар мектеп арнайы жобасы ұйымдастырылып, Абай әлеміне саяхат клубтары жұмыс жасады. Қазіргі таңда әбіштану факультатив оқулығы республикалық сараптау комиссиясына ұсынылды. Республикалық дарын қосымша білім беру орталығының жыл сайынғы жоспарлы іс-шаралар негізінде өтетін республикалық байқаулардың, пәндік олимпиада мен ғылыми жобалар сайыстарының жеңімпаздарын даярлауда қазақ тілі мен әдебиетінің жетекші мамандарының қосқан үлесі ерекше. Жалпы білім беретін пәндер бойынша 5-6 сынып оқушыларына арналған республикалық олимпиададан 3 оқушы, 9-11 сынып оқушыларына арналған республикалық пәндік олимпиададан 6 оқушы, Қанипа Бітібаева атындағы қазақ тілі мен әдебиетінен олимпиададан 7 оқушы, республикалық абайтану олимпиадасынан 3 оқушы жеңімпаз атанды. Зерде, дарын ғылыми жобалар сайысы, шығармашылық байқаулардан биіктен көрініп жүрген дарындылар қатары жыл сайын артуда. Өткен оқу жылы 20 оқушы ғылыми жобалар байқауынан жеңімпаз атанды. Өлкеміздің рухани кемелденуіне өзіндік үлес қосуда қазақ тілі мен әдебиеті пәні мұғалімдерінің алар орны ерекше. Олардың үздіксіз еңбектеріне шығармашылық табыстар тілейміз.